Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану жобасы бойынша Кеңес одағының батыры, жазушы, әскери жауынгер Бауыржан Момышұлының өмір жолына шолуды ұсынады. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында дүниеге келген. 1929 жылы Бауыржан 9 жылдық Әулиеата мектебін бітіреді. 1934 жылға дейін аудандық атқару комитетінің жауапты хатшысы, аудандық атқару комитетінің төрағасының орынбасары, көмекшісі, сосын аудандық прокурор, аудандық діни бөлімнің меңгерушісі секілді түрлі лауазымдарды атқарған. 1932 жылдың қаңтарынан қараша айына дейін Қазақ КСР-ның Госплан секторының меңгерушісі болды. Соғысқа қатысқан Момышұлы майданда үлкен тәжірибе алды. Күнделік жазып, ұрыс алаңында көрген-білгенін, басынан өткен жайттарды қағазға түсірді. Ол кез келген жағдайда, қарда да, жаңбырда да және тіпті қоршауда қалған кезде де жазба жүргізді. Осылайша, ол 38 жауынгерлік жазба кітапша жазды. Онда соғыс барысы, сарбаздардың ойы мен әрекеті туралы айтылған. Оның негізгі әдеби шығармалары оқырманды шыншылдығымен таңғалдырады. Бір түннің тарихы оның дарынды жазушы екенін жариялаған алғашқы туындысы. Бауыржан Момышұлының әдебиетке қалай келгені жайлы айтатын болсақ, ол әдебиет әлеміне ерекше келді. Оқырмандар алғаш рет онымен жазушы емес, өнер туындысының кейіпкері ретінде танысты. Бұл Александр Бектің Волоколамск тас жолы повесі еді. Бұл оқиғаның басты кейіпкері Панфиловшы офицер, Мәскеуді қорғауға қатысқан батыр, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы болды. Александр Бек осы кітапты батырдың әңгімелері мен естеліктері негізінде құрастырған. Соғыста көрген-білгенін үнемі қағаз бетіне түсіріп жүрген Бауыржан Момышұлы халыққа Ұлы Отан соғысының батыры ретінде ғана емес, сондай-ақ шебер жазушы болып танылды. Ол майдандағы естеліктері жайлы офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, артымызда Москва секілді көптеген кітаптар мен әңгімелер жазды. Момышұлы генерал Панфилов туралы жазылған генерал Панфилов өмірбаяндық әңгімелер мен ұшқан ұя, Мәскеу үшін шайқас, жауынгердің тұлғасы, майдан, майдандағы кездесулер, Төлеген Тоқтаров, Куба әсерлері, адам қайраты, ел басына күн туса секілді кітаптардың авторы. Сондай-ақ, Момышұлы 1976 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығымен марапатталған. Ол Кубадағы кездесулер және басқа да саяхатқа қатысты очерктер жазған. Осылайша, майданда шексіз ерлік көрсеткен полковник Момышұлы 2 рет бірінші дәрежелі Қызыл ту орденімен, Ленин және Отан соғысы ордендерімен, әскери шайқастағы еңбегі үшін, Мәскеуді қорғаған үшін орден медальдарымен марапатталған. Бауыржан Момышұлы біздер үшін отан сүйгіштіктің үлгісі болып табылады. Батыр, жазушы Бауыржан Момышұлы соғыссыз өмірді сыйлаған адамдардың бірі әрі бірегей екені сөзсіз.